Жастардың кітапқа деген қызығушылығы күннен күнге артып келеді. Бұл туралы Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық кітапханасының директоры Эльмира Әбдин баспасөз брифингінде осылай деді. Айтуынша, аймақтың бас кітапханасында ай сайын жазушымен бір күн, бір өңір, бір кітап, ел болып оқимыз атты іс-шаралар үздіксіз жүзеге асып тұр. Сондай-ақ аймамай өңірдің барлық кітапханаларында кітап авторларына арналған 50-ге жуық іс-шаралар ұйымдастырылып, шығармалары жергілікті оқырмандарға ұсынылатынын айтты. Аталған жоба аясында оқырманның сауатын арттыруға, жастарды кітапқа баулуға, өңірімізден шыққан ақын жазушылардың өлеңдерін насихаттауға кең мүмкіндік алып отырмыз дейді кітапхана басшысы. Білімді оқырман тәрбиелеу, жеке тұлғаның үйлесімді дамуына, тең мүмкіндікті қоғамның қалыптасуына ықпал ететін ақпаратқа қолжетімділікті, сапалы кітапханалық қызметті қамтамасыз ету, жастарды ұлттық және әлемдік мәдениет құндылықтарына баулу, талғампаз оқырмандардың тағылымды талаптарын толыққанды жауаптармен қамтамасыз ету, кітапхана қызметіндегі қолданылатын әлеуметтік технологиялық жүйесінің әлеуметтік серіктестік, паблик релейшн, фандрайзинг бағыттарындағы жұмыстардың тиімділігін арттыру мақсатында өз қызметін іске асырады.